Сәлем достар, бүгін сіздермен біз бір жас баланың дамуы туралы айтатын боламыз. Бір жас балада жүйке психикалық дамуы бұрынға қарағанда әлдеқайда жақсырақ дамыған болады. Яғни бала көптеген заттың ұғымдарын түсінеді. Бала бұл кезде өзіне таныс адамдарды көргенде күлімсіреп, ойнап, өзінің эмоциясын білдіреді. Өзіне бейтаныс адамдар көргенде аңтарылып қарап қалады, ұзақ қарап қалады. Болмаса одан жатырқай бастайды. Өзінің үй ішіндегі адамдардың атын біледі. Яғни өзінің анасына қарап, өзінің әкесіне қарап, үй ішіндегі адамдардың аты аталса, соларға қарауы мүмкін. Өзінің атын білет, өзінің атын айтқан кезде бала дыбыс шығарады. Міндетті түрде бала өз атына дыбыс шығару керек. Өз атын білу керек бір жаста. Және бір жаста бала кукук ойындарын түсінеді. Кукук деген ойынды кәдімгідей сізбен ойнай бастайды. Үстелдің астына кіріп кетіп, сізден жасырынып, сізбен ойнағысы келіп тұрады. Бұл кездегі бала, кейбір балалар бұл кезде жүре бастайды. Кейбір балалар тіпті 1-2 метр, 2-3 метрге дейін бала бұл кезде жүре бастайды өздігінен. Кейбір балалар енді ғана аяққа тұрып бастауы мүмкін. Бұл да нормаға саналады. Аяққа тұрып үстел жағалап дегенде, енді бұл әркімнің ерте еңбектеп, кеш еңбектегеніне байланысты. Сондықтан да бұл жастағы бала аяққа нық тұра алуы керек. Егер де балаңыз аяққа нық тұра алмаса, онда уақыт өте келе тұрады, яки немесе оған кішігірім массаж жетіспей тұр деген сөз. Яғни массаж алып жібересіз бұл кезде. Бұл кезде жаңағы баланы бірақ әдейілеп аяққа тұрғызудың қажеті жоқ, өзі тұрып, өзі жүру керек. Біз көбіне осы жақтан қателесе бастаймыз. Ешқандай ходунокқа салып, ешқандай баланы тартудың қажеті жоқ, аяқ қисайып кетуі мүмкін. Сондықтан баланың өзінің жүргенін күту керек. Бір жастағы бала тағы 5-6 ұғым, біз білетін 5-6 ұғым, яғни ол білуі керек 5-6 ұғым бар. Ол кел, кет, ал, сал, қой, яғни болмайды деген сөздердің мағынасын түсіне білуі керек. Яғни сіз кел деп шақырған кезде ол сізге келу керек. Кет деген кезде ары кет, ары тұр деген, яғни сөздер мағынасын біліп, ол ары қарай кету керек, немесе ары қарай еңбектеу керек деген секілді. Сал деген кезде ойыншықтарын салып, бір құтыға ма, бір затқа. Ал деген кезде оны алып білу керек. Яғни заттардың, сонымен қатар заттардың қақпағын жаба алу керек, аша алу керек. Бұл кезде тіпті кейбір балалар қолмен қаламсап ұстайды. Қаламсап ұстатып үйретсеңіз де болады бұл кезде. Қасықты да ұстай алу керек, қаламсапты да ұстай алу керек. Егер қаламсап, қасық ұстай алмасыз, бұны үйретуіңіз керек болады. Бұл кезде бала осындай ұғымдарды түсініп, сол заттарды ұстай алу керек екен. Балада бұл кезде әртүрлі қылықтар пайда бола бастайды, жаңа қылықтар пайда болады. Бала өзінің еркелігін көрсете бастайды. Бір жастан бастап бала өзінше бір еркелейді. Яғни жатып алады, болмаса қатты шыңғырып кетуі мүмкін, еңкілдеп жылауы мүмкін, сіздің қой болмайды деген заттарыңызға. Бірақ сіз осы бастан бастап бұл нәрсені үйрете білуіңіз керек, яғни тыйым салынған заттарды. Себебі тыйымды да осы бастан бастап бала біле беру керек. Маған барлығы болады, менің айтқаным болады деп ертеңгі күні көп истерика шығармас үшін де бала осы кезден бастап жоқ, болмайды деген сөздің мағынасын түсіну керек. Жалпы бір жастағы баланың өзінің дамуы да қызық. Баланың ары қарай сөйлеп, тілі шығу үшін сіз баламен бұл кезден бастап көбірек сөйлеуіңіз керек. Негізі бір жастағы бала 8-12 сөз аралығындағы сөздерді білу керек. Жалпы 10 сөз білу керек болып табылады. Бірақ ол сөздерді анық айтпаса да, енді мама, папа, әке, ата, ана деген сөзді анық айтуы керек. Сонымен қатар
кейбір сөздердің бірінші буынын айта білу керек. Бірінші буынның сөзін, мысалы ня деген нан, иә, тағам, соны на деп қалып па, әйтеуір кейбір сөздердің бірінші буынын айта білу керек. Баланы өзі байқасаңыз сондай дыбыстар шығарады. Кейбір сөздердің бірінші буынын айтқанын байқайсыз, сәл аңғарып баланы қарасаңыз. Сонымен қатар кейбір ата-аналар баланың тілін шығару үшін әртүрлі жануарларды сұлбасын сатып алып яки суретін сатып алып, сол бір жануарлардың қалай дыбыс шығаратынын айтып түсіндіре бастайды. Яғни сиыр мөңірейді мө деп, жаңа болмаса қой маңырайды ма деп, осындай суретті сатып алып, кітапты сатып алып, осылай көрсетіп жатады. Осылай көрсетсеңіз де болады. Баланың тілін шығару үшін балаға дыбыстардың мағынасын түсіндіруіміз керек бұл кезде. Бұл баланың ары қарай сөздік қорының көбеюіне әсер етеді. Бұл кезде өзі бір жасқа толған бала кітапқа қызыға бастайды негізі. Бір жасқа толған балаға осы уақытқа дейін кітап оқымасаңыз, кітап оқып баланы еліктірсеңіз болады. Бала бұл кезде өте жақсы тыңдайды. Тыңдауы жақсы дамиды баланың. Бала сізді тыңдауға үйір болады. Тіпті бір музыка қосыла қалса да бала өзінше билеп, селкілдеп, қолын былай жасап, болмаса қол шапалақтап деген секілді. Бір жасқа толған балада бұл анық байқалады. Қол шапалақтайды, билей бастайды. Сонымен қатар сіз онымен қоштассаңыз яки үйге келсеңіз, осылай жасауы мүмкін бір жастағы бала. Сіздің үйге келгеніңізге қатты қуанып кетуі мүмкін. Анасынан айырылса қатты еңкілдеп жылауы мүмкін деген секілді. Бөтен адамдардың арасында осындай бір қатты бір керемет бір эмоциялар болады бір жастағы балада. Бір жастағы балаға меніңше әнді көп тыңдатуға, кітап оқып беруге, ертегі оқып беруге тырысу керек, баланың ары қарай тілі жақсы дамып шығу үшін. Тіпті бір жастағы баланың бала кейбір заттарға, дыбыс шығаратын заттарға қызығып, үлкендерге еліктеп, үлкендердің іс-әрекетін қайталауы мүмкін. Мысалы, сіздің киім киіп жатқаныңызды көрсе, ол да киімдерін бүйтіп киюге талпынып, тіпті басынан киіп алуы мүмкін. Осындай бір қызықты іс-әрекеттер жасайды, яғни үлкендерге еліктеу арқылы, өзіне үлкен балаларға еліктеу арқылы, бір ойнағысы келіп, олармен арпалысып дегендей кәдімгідей үлкен өмірге икемделе бастайды. Кейбір сіздің тіпті өтініштеріңізге жауап қатады, яғни бір затты салып, алып, сіздің кір жаюыңызға көмектесуі мүмкін. Сіз кір жайып жатқан кезде кірлерді беріп тұруы мүмкін деген секілді. Осындай бір қызықты нәрселерді жасайды. Сонымен қатар аунайды бала бұл кезде, яғни диванға түсіп шығады, диванға түсіп шығады, тепешекке түсіп шығады. Еңбектесе де, мысалы, еңбектеп әйтеуір икемдеп. Бұл кезде балаға бөгет болмауымыз керек, тек оның құлап кетпеуін қадағалап қарап тұруымыз керек. Мінекей осындай түрлі қимылдарды бала жасайды екен. Достар, сіздерге беретін бар ақпаратым осы. Менде арнамда бала дамуы туралы түрлі ақпараттар бар. Сондықтан менің арнама жазылып алыңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Лайк басып таратып, сұрақтарыңыз болса қоюды ұмытпаңыздар. Рахмет.